Ибн Халдунның Муқаддимасы, аудио кітап. 22 бөлім. Бірінші климаттың бірінші бөлігінде Қумыр тауынан бастау алатын Ніл дариясы келіп құйылатын жерінде жайғасқан. Бұл Ніл Судан Нілі деп аталды. Ол батысқа қарап ағып, Аулық аралы жағында Бахрул Мұхитқа барып құйылады. Бұл Ніл бойында Силла, Такрур және Гана шаһарлары жайғасқаны айтылады. Қазіргі уақытта олардың баршасы Мали халқына, яғни қара нәсілді ұлттарына тиесілі. Маракашик саудагерлер олардың еліне сапарға шығып барып келіп жүреді. Нілдің солтүстігінде Ламтуна мемлекеті және муласимдердің басқа топтары бар. Сондай-ақ ола кезіп жүретін шөлдері жайғасқан. Нілдің оңтүстік Лимлам деп аталатын қара нәсілді халық жайғасқан. Олар дінсіз саналып, беттері мен маңдайларына таңба басып жүреді. Олар Гана мен Такрур халқына шабуыл жасап, оларды тұтқындап саудагерлерге сатып жібереді. Саудагерлер болса оларды Мағрибқа алып барады, ол жерде оларды құл ретінде сатады. Ал ол халықтың оңтүстік аймағында өркениет жоқ. Ол аймақтардың адамдары хайуандық өмірге бейім саналып, олар бұталар мен үңгірлерде өмір сүріп, шөп пен шөптің тамырын, пісірілмеген астық пен шикі етті қорек етеді. Тіпті кейде бір-бірлерінде жеп қоя салады. Сондықтан оларды шынайы адам деп атап болмас. Саудагерлер қара тәнді аймақтардан алып келетін барша жеміс-жидектері Мағриб аймағындағы Тауат, Тактарор және Уарклан секілді мекендерден жиналады. Гана жерінде бір кездері Алауилер мемлекеті билік еткені жайлы айтылады. Бұл мемлекет Бану Салих атауымен танылған еді. Роджер кітабы авторының айтуынша Салих, бұл Салих ибн Абдулла ибн Хасан ибн әл-Хасан еді. Алайда Абдулла ибн Хасанның ұлдары арасында Салих атты кісі есімі кездеспейді. Дәл қазір бұл мемлекет жойылып, Гана аймағы саналып, Мали билігінің қоластына өткен. Бірінші климаттың үшінші бөлігінде Каукау аймағы бар. Бұл аймақта осы жерде кейбір таулардан бастау алып, батыс бағытына ағып екінші бөліктегі құмға сіңіп жоғалып кететін дария жайғасқан. Бір кездері Гана аймағы өзі тәуелсіз аймақ болған. Кейін Мали билігі бұл аймақты иеленіп, өз қоластына алған. Бүгінгі күні бұл аймақтар тыныштығы кетіп, ойраны шыққан саналады. Біз бұл туралы барбарлар тарихы жайлы баяндағанда Мали билігі жайлы кеңірек тағы да тоқталып өтеміз. Каугаудың оңтүстігінде Каним деп аталатын қара тәнді халықтардың мекендері орналасқан. Ал олардың оңтүстігінде Нагара халқы орналасқан. Олар Нілдің оңтүстік жағында өмір сүреді. Нагара мен Каним мемлекеттерінің шығысында Загава мен Тажара орналасқан. Олар бірінші климаттың төртінші бөлігінде Нуба жұрттарымен шектеседі. Нубаның жері Мысыр Нілінің жолында, экватордан солтүстікке қарай Орта теңізге дейін созылып жатыр. Мысыр Нілі Қумыр тауларынан, яғни экватордан 16 градус солтүстікте басталады. Бұл таудың атауы жайлы әртүрлі пікірлер бар. Кейбір ізденушілер айға байланысты аталған, өйткені бұл тау өте аппақ әрі жарқын көрінеді. Яқуб өзінің Муштарак атты кітабында бұл атауды Қумыр деп оқыған. Бұл атау үнді халықтарының біріне ишара береді. Ибн Сағид та бұл атауды осылай деп қабыл еткен. Бұл таудан 10 бұлақ ағып шығады. Бұл бұлақтардың 5-еуі бір көлге, қалған 5-еуі басқа бір көлге барып құяды. Бұл екі көлдің ара қашықтығы 6 шақырымды құрайды. Осы көлдердің әр қайсысынан 3 өзен ағып шығады. Ол өзендер бір батпақты аймақта өзара бірлесіп, тау етегіне жеткенде қайта екіге бөлінеді. Батыс тармағы батысқа қарай бет алып, қара нәсілді халықтардың аймақтары арқылы Бахрул Мұхитқа барып құяды. Шығыс бөлігі солтүстікке қарай ағып, Нуба елдері арқылы Мысыр шекарасына келіп жетеді. Мысырға келген Ніл өзені 3 тармаққа бөлінеді. Бірі Искандарияға, бірі Рашидта, бірі Димет арқылы жер Орта теңізіне құяды. Тағы бір бөлігі теңізге жетпей далалық аймақтың көліне құяды. Ніл дариясының жағалауын бойлап бірнеше климаттық орталығында Нуба мен Хабашстан елдері және ерекше оазистік өсімдіктер аймағы орналасқан.
Нілдің батысында Донгала қаласы орналасқан. Оның артын ала Алва мен Юлах мекені орналасқан. Юлахтан 6 күндік жерде Жанадил тауы орналасқан. Бұл таудың Мысыр жағында орналасқан бөлігі өте биік саналады. Таудың Нуба елі жағында созылған тұсы аласалау саналады. Ніл дариясы бұл таулардан өтіп ұзақ жол бойында түрлі сарқырамалар кездеседі. Сол себептен бұл жерлерден кемелер жүзіп өте алмайды. Сондықтан да кемелерден жүктерді түсіріп, жүк тасушы хайуандарға тиеліп келесі жүк кемелерге тиеледі. Тура осындай Мысырдан келе жатқан кемелердің жүктері тау арқылы тасымалданып өтеді. Жанаділ тауынан Асуанға дейінгі қашықтық 12 күндік жолды құрайды. Нілдің батыс жағалаудағы оазистер қазір құрып бара жатыр. Олар ескі қалалардың қорғандары мен құрылыс орындары болуы мүмкін. Бірінші климаттың 5-ші бөлігінде Хабашстан мемлекеті орналасқан. Бұл ел арқылы бір дария ағып өтеді. Бұл дария экватор сыртынан бастау алып Нуба жеріне барып жетеді. Содан кейін Ніл дариясына қосылып Мысырға қарай ағады. Бұл өзен жайлы көптеген қате пікірлер бар. Сол пікірлердің бірінде бұл өзен Құмыр тауларынан бастау алатын Нілдің бір бөлігі деп ойлаған. Бұл жайлы Птоломей өзінің география еңбегінде атап өтіп, ол өзеннің Нілге тиесілі емес екендігін нақтылап көрсеткен. 5-ші климаттың 5-ші бөлігінде Үнді мұхитының шекарасы жайғасқан. Ол Қытай аумақтарынан басталып, 1-ші климаттың көп бөлігін қамтиды. Сол себепті бұл аймақта өркениет өскіндері төмен саналады. Өркениет ошақтары тек Үнді мұхитының аралдарында бар деп саналады. Мұндай аралдардың саны 1000-ға жуық деп есептеледі. Бұл оңтүстіктегі өркениеттердің соңғы нүктелері саналады. Сондай-ақ Үнді мұхиты өркениеттері солтүстік жағалауында да бар саналады. Осы аймақтағы өркениет шығыс жағы Қытайдан және Имен мемлекетінің шекарасына дейін жетеді. Климаттың 6-шы бөлімінде Үнді мұхитынан 2 теңіз оңтүстікке, яғни Қызыл теңіз мен Парсы шығанағы бөлік жатыр. Бұл климаттың ортасында Арабстан түбегі орналасқан. Бұл жарты арал Имен, Шихр, Хижаз, Ямама және солтүстігінде орналасқан басқа мекендерді қамтиды. Үнді мұхитының батыс жағалауы Хабашстан аймағына келіп тіреледі. Ал Хабашстанның солтүстігінде Алихи тауының оңтүстік батыс бөлігінде шөлдер мен Үнді мұхитынан бөлініп жатқан Қызыл теңіздің жағалаулары бар. Залиға солтүстікте, бұл климаттың солтүстік бөлігінде Баб-ал-Мандаб бұғазы орналасқан. Бұл жердегі Баб-ал-Мандаб бұғазы Үнді мұхитына оңтүстіктен солтүстікке қарай кіріп барып, Именнің батыс жағалауына бойлап 12 миль ұзындықты алып жатыр. Бұл аймақ теңізді өте тар етіп, теңіздің енін Шаммен 3 мильге дейін жақындатады. Бұл мекен Баб-ал-Мандаб деп аталады. Имен кемелері бұл жер арқылы Мысырға жақын Сувейш жағалауына бет алады. Баб-ал-Мандабтың солтүстігінде Сувакин және Дахлак аралдары бар. Оған қарсы батыста Бежа шөлдері орналасқанын жоғарыда атап өттік. Хабашилер еліне тиесілі халықтар орналасқан. Бұғаздың шығысында Именнің Тихама жағалаулары бар. Ол жерде Әли ибн Яқубтың қаласы орналасқан. Залиға қаласының оңтүстігінде Үнді мұхитының батыс жағалаулары бар қыстақтары жайғасқан. Олар бір-біріне жалғасып Үнді мұхитының оңтүстік жағалауы саналып 6-шы бөліктің соңына дейін созылып жатыр. Бұл аймақта, яғни оңтүстік жағалаулары Занж мемлекеті олармен шектеседі. Бұл өзі өте көп теңіздері бар, өркендеген, алайда көшпелі өмірге ие болған қала саналады. Оның шығысында 1-ші климаттың 7-ші бөлігінде жайғасқан оңтүстік жағалауында Суфала мемлекетімен шектеседі. Суфала мемлекеті оңтүстік жағалаудың шығысында Уақ-Уақ мемлекеті орналасқан. Ол 1-ші климаттың 10-шы бөлігі саналады. Бұл жерде Үнді мұхиты Бахрул мұхиттан бөлінетін жері саналады. Осы Үнді мұхитында өте көп аралдар бар. Ең ірі аралдарының бірі Сарандиб аралы саналып, ол шеңбер тәріздес кейіпте, жер бетіндегі ірі және мәшһүр тауға ие. Ол Суфалаға қарама қарсы жайғасып жатыр. Сонымен қатар Ияба аралы да бар. Ол ұзынша скелді жайғасқан.
Ол Суфалға қарсы тараптан басталып, солтүстік-шығысқа қарай созылып, Қытайдың оңтүстік шектесетін жағалауларға дейін созылған. Үнді мұхиты Қытайдың оңтүстігінен Уақ-Уақ аралдары, шығыста болса Цейлон аралдарымен жалғасқан. Мұхитта өзге де көптеген басқа аралдар да бар. Бұл аралдарда тұрғындары әр түрлі әсем иісті әтірлер мен зергерлік өрнектер жасап шығарады. Сондықтан оларда алтын және бағалы тастардың кендері бар екендігі айтылады. Тұрғындарының көпшілігі отқа табынушылар, мажуси, саналады. Олар өзара көптеген патшалықтарға бөлініп кеткен. Бұл аралдар жағрафияшылар тарапынан көп айтылатын ғажайып мәдени ерекшеліктерге ие. Үнді мұхитының солтүстік жағасында бірінші климаттың 6-шы бөлігінде орналасқан саналып, Яманның барша аймағы жатыр. Қызыл теңізі тарапында Забит, Мухжам және Яманның Тихамасы жайғасқан. Одан кейін Сайда аймағы жатыр. Ол болса Зайди ямдарының орталығы саналып, оңтүстігінде Үнді мұхитыдан және шығысында Парсы шығанағынан ішке қарай орналасқан. Бұл жерде Адан қаласы мен оның солтүстігінде Сана қаласы бар. Осы екі қаланың шығысында Ахқаф және Зуфар жерлері бар. Кейін Хазарамаут және оңтүстігінде Үнді мұхиты мен шығысында Парсы шығанағы арасында Шахр мемлекеті жайғасқан. Бірінші климаттың орта бөлігінде су иеленбеген бір тұтас осылардан тұрады. Бұдан бөлек 9-шы бөлігіндегі кіші бөлімі, сондай-ақ 10-шы бөліктің үлкенірек бөлігі де сулы аймақ болып, бұл жерде Қытайдың оңтүстік шекаралары жайғасқан. Қытайдың әйгілі қалаларының бірі Кантон қаласы еді. Оған шығысында қарама-қарсы тарапында Корея аралдары бар. Алла тағаланың өзі табыс беруші. Оның рахымынан үміт етеміз.